Достар, қайырлы күн. Бүгін сіздермен пенсия жасындағы адамның атында ИП болған жағдайда оның отчетін қалай тапсырамыз. Пенсия жасындағы адамдар социальный отчисление, пенсионный және медстраховкадан босатылған. Біз тек тапқан табысымыздың 3% налогын ғана төлейтін боламыз. Ол 3% налогты екіге бөлеміз. СН және ИПН налог деп 1,5%-тен екіге бөліп төлейтін боламыз. Ал енді отчетты қалай тапсырамыз? Ол үшін настройка списка форм. Осыған кіреміз. Біз 2023-тің екінші жартыжылдығы үшін тапсырып жатырмыз. 2023 жыл. Және мына жерде 910 форма упрощенная декларация для субъектов туристического бизнеса. Осыны таңдаймыз. Келесі бізде страница 1. Жоғарыда клиенттің данныйлары толтырылып тұрады өз автоматически. Енді біз мына жерде 3-ші графаға полугодия нешінші жартыжылдық үшін. Бізге 2-ші полугодия 2023. Не ведет бухгалтерский учет. Осыны басамыз. Бізде отчеттың қай түрі, егер алғаш рет тапсырып жатсаңыз, первоначальная, ал келесі болса очередная дейміз. Мына жерде дополнительный дегендер бізде отчетымызда қате кетіп немесе минус шығып жатқан кезде осы дополнительныймен қайта түзеуге болады. Ал жабуға жіберіп жатсаңыз, ликвидационный басамыз. Бізде очередная, алдын отчет тапсырылған, сол үшін очереднаяны басамыз. Резидент Республика Казахстан. Енді бізде доход қанша болды? Сол доходты көрсететін боламыз. Бізде доход Каспий Пеймен болған 4,5 миллион. Доход көрсеткеннен кейін астына түскенде бізде өзі автоматически налогымызды шығарып берді. Подоходный налог және социальный налог. Екеуін 1,5%-тен бөліп төлейтін боламыз. Келесі мына жерде 910.010 доход для исчисления социальных отчислений. Бұл жерге ештеңе толтырмайтын боламыз. Сразу келесі 2-ші страницаға өтеміз. Страница 2. Бізде енді астына түскенде сумма обязательный медицинское страхование. Осы жерге 0 деп жазып кетеміз. Енді бұл бет болды. Мына жерге бізде пенсионға ештеңе социальный отчисление төленбегеннен кейін бұл жерлерге ештеңе толтырудың қажеті жоқ. Енді бізде жұмысшы болған жағдайда ғана 3-ші страницадағы графалар толтырамыз. Бізде жұмысшы жоқ, сразу страница 4-ке өтеміз. Страница 4-те жоғары жағында ештеңе толтырмаймыз. Осы жерде 910.027 деген графада біз, егер біз селский округ болса, тұрғылықты жеріміз УГД сол бойынша осы жерге сол аппарат акиманы белгілеп кететін боламыз. Осы жерде тұрған 3 нүктені басамыз. Енді осы жерге поиск значения деген жерге осы жазған кодымыз бойынша іздеп тауып аламыз, егер білмей жатсақ. Найти. Бізде міне бұл аппарат акима. Суткент Шардаринский района. Осы бойынша жібереміз. Енді мына жерде код органа государственных доходов местонахождения для ИП. ИП-мыз қай УГД-ға жатады, соның кодын жазатын боламыз. Ал келесі код органа государственных доходов по месту жительства. Бұл прописка бойынша қай УГД-ға жатамыз, соны жазатын боламыз. Бізде екеуі де
бір УКД-да, сол үшін бірге жазамыз. Проверить заполнение. Ошибок нет. Келесі отправить ОГД. Осы жерде окей деп басып, РСА ключімізбен қол қойып, налоговыйға жіберетін боламыз.